Сіз банкіні қалай жабасыз? Компотты әсіресе атылып кетеді деп қорықпайсыз ба? Қандай тәсілмен жаба аласыз? Мен қазір сіздерге осы видеом арқылы оңай үй жағдайындағы қорықпай жаба беретін әдіс тәсілмен бөлісетін боламын. Сондықтан видеомды барынша көруге тырысыңыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Қазір мен сіздерге өте оңай тәсілмен компот жауып көрсететін боламын. Мен банкілерімді алдын ала жуып, тазалап, барлығын осылай бүкілін парлап алғамын. Яғни банкілерімді парить етіп алғамын. Енді осы 2 литрлік банкілерімізге мен қазір черешнядан жабайын деп жатырмын. Енді мен көз мөлшерімен саламын. Бұл жерде өлшемеймін, таразсыз. Яғни осы банкілеріме 2-3 уыстан салатын боламын. Примерно 500 граммдай болады. Енді осы черешнямды жақсылап тазалап жуып алғанмын. Сіздер де жуып тазалап алуға тырысыңыздар. Таза болған кезде ол қорықпайды, жаба берсеңіздер болады. Сосын алдын ала суларымызды қайнатып аламыз, міндетті түрде сағарлап қайнап тұру керек. Ал енді осы черешняларымыздың үстіне 6-7 ас қасықтан қантымызды саламыз. Тәттіні қаласаңыздар, тәттіні жақсы көретін болсаңыздар, тәтті болсын деп, оны 250 немесе 200 грамм салсаңыздар жеткілікті. Ал мен енді көз мөлшермен осы 6-7 қасықтан салып жатырмын. Мен бұл компотпен жылда осыдай вишняның да, черешняның да әртүрлі ассорти компоттарды дәл осылай тәсілмен жабамын. Ешқандай да атылмайды, қорықпай жаба беремін. Сіздер де дәл осылай жауып көрсеңіздер болады. Ал қыздар, банкілеріміз дайын. Енді үстіне сақырлап тұрған суымызды, яғни таза суымызды құямыз. Банкілеріміз міндетті түрде таза, алдын ала парланған болуы керек. Енді жабатын крышкаларымызды мен алдын ала қайнаған суға, арнайы ыдысымызға крышкаларымызды салып, үстінен қайнаған су құйып қоямын. Дәл солай тұра береді. Сосын осы банкілеріміз дайын болған кезде крышкаларын жауып басып, кәдімгідей закрепашкамен жауып ала береміз. Достар, парақшама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, каналымның дамуына атсалысып, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ал міне, крышкаларымызды дәл осылай үстіне қойып, закрепашкамызбен бір айналдырып, осылай жауып ала береміз. Енді банкімізді міндетті түрде осылай экранда көрсетілгендей етіп әрі-бері айналдырамыз. Сонан соң ішінде қанты еріп, сосын банкімізді төңкеріп қоямыз. Мен жылда дәл осылай жабамын. Біреулер көбінесе әртүрлі тәсілмен жабады. Суын бөлек қайнатып, қантын бөлек қайнатып, ол мен үшін өте бір қиын түрі деп ойлаймын. Ал мына дәл осы түрі, яғни осылай жабу өте оңай және де қиындықсыз. Сондықтан сіздерде дәл осылай жауып көруге кеңес беремін. Ал міне екінші банкімізге де осылай закрепашкамызбен жауып, осылай әрі-бері айналдырып, ішіндегі қанты ерігенше осылай айналдырамыз. Енді қалған банкілерімізге де дәл осылай жаңағы дайындап қойғандай етіп жауып ала береміз. Черешнямызды саламыз, қантымызды саламыз, үстінен қайнаған суымызды құямыз. Сосын дайын крышкаларымызды қойып, тез-тезден осы закрепашкамызбен жауып ала береміз. Банкілеріміз дайын, міне ыстық күйінде енді бір шетке банкілеріміздің бүкілін апарып, үстінен жылы көрпе немесе одеял жауып қойсаңыздар болады. Толығымен бөлме температурасында болған кезінде банкілеріміздің үстіне көрпелерін алып тастап, осылай қойып қоя берсеңіздер болады. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.